бесінші сыныпта оқитын баласы айналысады. Баласын алып келген, баласын үйретті, 5-ші сынып оқиды. Сол бала қазір тендерге заявка береді. Специалист по госсакпом деген мамандықтар шығып жатыр қазір. Барлық компанияға керек, барлық организацияға керек. Сол сөздің дәлелі жаңа HeadHunter'дан қарасаңыздар болады. Айына кемі 250-300 мың төлеуге дайын. Бізде соңғы айда 10 миллион оборот, таза 20-30% маржамен ғой. Кредит алып рисковать етудің қажеті жоқ. Болмаса қарызданып әуре болудың қажеті жоқ. Қолыңызда қанша бар, соны бастай беріңіздер. Солай ғой, қазір 4-ші квартал басталды. Октябрь, ноябрь, декабрь. Осы 3 ай газды дополик басатын сезон ғой. Қазір тендершіктердің құлақтарына алтын сырға. Қазіргі таңда 300 мен 500 теңге арасында таза табыстап жүрмін. Жасым 22-де. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бұл Кәсіпкер құпия каналы және мен оның жүргізушісі Нұржан Исаев. Бүгін тендер саласымен таныстыруға келген едік. Жалпы тендер деген не? Тендермен қанша ақша табуға болады, қаншамен бастауға болады, бүгін білетін боласыздар. Бүгін біздің кейіпкеріміз Қайсар мырза. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Жалпы өзіңізді таныстырып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Есімім Қайсар. Тендер саласының соңғы 3 жылдық тәжірибесі бар, экспертпін. Жалпы тендер саласымен айналысып жүргенімізге 3 жыл уақыт болды. Қыздарға маңызды тек ренжімейін, алтында дым болмас ренжімейін, ал мен болсам таза ренжіген жымейін, ақша деп біраз даже қамжымейін. Тендер деген негізі өзі не? Енді қысқаша айтатын болсақ, тендер деген трендтегі салалардың бірі деуге болады қазір, себебі көптеген адамдардың аузында жүр, үлкені болсын, жасы болсын. Жалпы тендер дегеніміз не? Тендер десе көбісі ойлайды, ойбай бір жемқорлықтың ортасы, тендермен обязательно ағасы бар, көкесі барлар, танысы барлар айналысады деп. Тендер десе көбісі ойлайды, үлкен жаңағыдай миллион, миллиардтар су жүргізу, газ жүргізу, мектеп салу, аурухана салу деп. Иә, оның барлығы тендер, бірақ та тендер тек қана ондай үлкен суммадан тұрмайды. Тендер майда шүйде 5 теңге, 10 теңгеден бастап миллион, миллиардқа дейін кете береді. Мысалы не? Мысалы, мемлекетке не керек, үкіметке не керек? Солардың барлығы тендерде бар. Яғни ол қызмет болсын, товар болсын, услуга болсын, қандай жұмыс түрі болмасын, барлығы тендерде бар. Допустим, мемлекетке не керек? Мемлекетке мынандай бір телевизор керек болатын болса, бір ғана телевизордың кабелінің өзі жоғалып қалса, мемлекет осы кабельдің өзін тендер арқылы сатып алады. Олардың мемлекеттің құзырында ондай полномочия жоқ, яғни барып, оны базардан сатып ала салуға, бухгалтериядан 5 теңге алып, базардан бір ала салуға олардың құқықтары жоқ. Олардың барлығы осы әлемдік жүйеге сәйкес, экономикалық жүйеге сәйкес, конкурсный основада дейміз ғой, конкурсқа жариялау арқылы, баға беру арқылы ойнатылады. Яғни тендер дегеніміз мемлекет керек нәрсенің барлығы тендер арқылы сатып алынады. Тендер дегеніміз сол. Енді тендерді қайдан іздейміз, қайдан табамыз? Жалпы қандай тендерлер бар? Енді бізде тендерлердің жалпы жарияланатын 150-ге жуық портал бар негізінде. Бірақ та соның ішінде ең танымалы 3-4-ге жуық және ең окупаемость жоғары дейді ғой, сатып алу жоғары 3-4 порталдар бар. Олардың бірі ең бірінші Госсакуп порталы, одан кейін Самұрық-Қазына, Надлог, МПКЗ деген сияқты тағы кете береді дальше. Ең көп, енді қараңыздар, мынандай статистика бар да, Қазақстанда үкіметте 2020 жылғы статистика сүйенетін болсақ, 24 триллион теңге бөлінген екен да, осы мемлекеттік сатып алу порталына. Сол 24 триллион теңгенің, оның ішінде жұмысы бар, қызметі бар, товары бар деген сияқты. Соның 24 триллион теңгенің 60-70% осы ең көп танымал Госсакуп порталында жарияланады. Яғни gossakup.gov қарасаңыздар болады, өздеріңіз gossakup.gov деп аталады. Осы gossakup.gov, яғни Госсакуп сайтында тендерлерді іздейміз, табамыз. Так, енді тендерлер қандай болуы мүмкін? Жақсы, найтиді басайық. Общий поиск жасай салайық қазір. Мына жерде мінекей біздің Госсакуп порталына жарияланып тұрған тендерлеріміз. Мінекей бүгін алдымыздағы ертеңгі күннен бастап сайтқа жариялануға шығады мыналар. Так, мысалы, общий суммасы 4 миллион 362 мың 850 теңгеге полиграфический печатные услуги дейді. Полиграфиялық жұмыстар Ақмола облысы, так, русский драматический театр жариялаған екен. Ақмола облысынан. Полиграфические печатные услуги. Общий 4 миллион 362 мыңға. Енді қараңыз, заказ дайын тұр. Егер бұл полиграфиялық жұмыс сізге ұнамаса, пожалуйста, басқасына кете беріңіз. Келесі бізде одежда для охранников и техперсонала. Техперсоналдарға арналған
Түркістан арена, Түркістан облысындағы Түркістан аренаға техперсоналдар арналған осындай спец одеждалар бар екен. Енді қараңыз, оның бағасы 4 миллион 43 мың теңгеге. Енді мына жерде таңдау өздеріңізде. Сіздер қызметпен айналысасыздар ма, жұмыспен айналысасыздар ма? Одан кейін работа по озеленению, яғни көгалдандыру жұмыстарына 4 миллион 103 мыңға Алматы облысы Қапшағайда берілген екен. Жақсы, осы біреудің ішіне кіріп көрейікші. Жаңа Түркістандағы кіріп көрейік мысалы. Түркістан облысы, Түркістандағы спец одеждаларға кіріп көрейік. Не сұрап тұр? Жақсы. Бізде Түркістан сарайына, Түркістан аренаға кешіріңіздер, кіріңіз. Түркістан аренаға киімдер сұрап тұр екен, спец одеждалар. Так, мінекей, комбинезон, асты-үстімен, көбінесе комбинезон сұрап тұр екен, мінекей, размерлері барлық жазылып тұр, болды. Егер сіз бұл жерде, енді қараңыз, 4 миллион общий суммасы 4 миллион қанша болды жаңа? 4 миллион чем-то болды, мысалы. Енді осы жерде көп адам ойлауы мүмкін, маған 4 миллион теңге керек па деп. Жоқ. Енді мынаның барлығын сіз аласыз да характеристикасын оқимыз. Документасын аша берейік. Характеристикасын оқып шығамыз. Сөйтеміз да біз жақын маңдағы тігіншілерге барамыз. Тігіншілерге барып есептесеміз. Міне, маған осынша штук комбинезон керек. Осыншадан тігіп беріңіз деп бәрін есептеп шығарып аламыз. Егер оның общий стоимость, себестоимості 2 миллион, может 1,5 миллион болуы мүмкін да, мысалы. Жұмысымен қосқанда 2 миллион болуы мүмкін. Сонда сізге керек 2 миллион теңге. Әйтпесе бізде көбісі 4 миллионды көріп алады, ойбай маған 4 миллион керек па деп қалады. Жоқ, олай емес. Сізге керегі себестоимостьтің бағасын шығарып алыңыз, болды. Егер ол 2 миллионды толығымен төлей алмаймын, наличка бере алмаймын десеңіз, тігіншімен келісіңіз, или сатушымен келісіңіз. Жалпы біздің тендершіктердің ең негізгі жұмысы бұл жерде ұйымдастыра алу, делдалдық қызмет көрсету. Біз бұл жерде бір нәрсе өндірейін деп жатқан жоқпыз, бір нәрсе алып келейін деп жатқан жоқпыз. Біздің жұмысымыз ұйымдастыра алу. Заказчикпенен тігіншіні байланыстыра алу. Тігіншіде қол өнері бар, тіге алады. Допустим, Ташкентте товар бар, материал бар, мата бар, соны алып кеп, тігіншіге алып кеп, тігіп беріп, заказчикке ұсыну. Болды, біздің жұмысымыз сол. Неге өзіңіз тендер саласын таңдадыңыз? Енді неге именно тендер дейсіз ғой? Неге именно тендер? Себебі тендердің артықшылықтары өте көп, басқа бизнестерге қарағанда. Не үшін? Себебі, допустим, сіз кез келген бір бизнес бастайтын болсаңыз, кем дегенде қалтаңызда бір 500 мың 1 миллион теңге ақша болу керек. Қазіргі таңда даже 500 мың 1 миллион ешқандай ақша бастай алмайсыз. Енді тендердің артықшылығы қалтаңызда қанша ақша бар, сонымен бастай аласыз. Яғни даже бұл жерде бір лайфхактар жасап кетуге болады да, жоқтан бар жасауға. 10 мың теңгеден бастауға болады ма? Иә, айтып тұрмын ғой, мысалы, мына телевизордың бір кабелі 5 мың теңге тұрса, сіз 5 мың теңгемен де бастап кете аласыз. Яғни бұны сіз базардан 2 мың теңгеге алып, мемлекетке 5 мың теңге сата аласыз деген сөз ғой. Енді тендердің тағы бір артықшылығы, мысалы, біздің шәкірттеріміз болды, қалтасында ақшасы жоқ. Каспий рассрочкадан Алматыда онлайнда оқыған қарындасымыз Сымбат деген Алматыдан не ұтып алған? Холодильник. Садикке. Сол холодильникті базардан, то есть наличный ақшасы болмады да, жолдасының атынан неден ұтып алды? Сулпактан сатып алды, рассрочкаға, бөліп төлеуге. Сөйтіп, рассрочкаға алды да, мемлекетке сатып апарды тендер арқылы, және де оның пайдасы 10 күнде ақшасы түсті, алды, рассрочкасын жауып сатты. Сондай сияқты тендердің ерекшеліктері, артықшылықтары бар да. Бір кісілер болды, мысалы, Алматыда тоже онлайнда оқыған шәкіртім, Талғат мырза, ол кісі тура өрт сезоны дейміз ғой, жазды күндері ана хлопушка бар, өрт сөндіретін. Сол хлопушканы Алматыдан ол кісі барахол ұтып алған, барахолдың қараса қымбат екенді, соны алды да қолдан жасады мысалы. Қарасам инструкциясы простой, қарапайым дейді, тек қана андай сабын сатып алған, швабраны сабын, базарын сатып алдым дейді, соны алдым да саморезбен резинасын кесіп отырғыздым, апарып бердім дейді. Оған ешқандай құжаттың қажеті жоқ, ешқандай документтің қажеті жоқ. Қатты бір бас қатырудың, ауырлатудың, қиындатудың қажеті жоқ. Алды, апарды, болды, табысын тапты. Тағы да бір ерекшелігі тендердің көбісі ойлайды, ой, тендер айналысу үшін ақша керек, көп ақша керек, таныс керек, болмаса офис керек, команда керек деп. Тендерге ешқандай команданың, офистің қажеті жоқ. Кез келген адам, қазір айтатын боламыз, біздің шәкірттеріміздің бір кісінің 5-ші сыныпта оқитын баласы айналысады. Баласын алып келген, баласын үйретті, 5-ші сынып оқиды. Сол бала қазір тендерге заявка береді, папасы Алаш базарда оптовик деген сатушы, жаңағыда есіктің ашығын сатады, шланга, анау-мынау, хоз товар сатады.
сол папасыныкін алады да тендерге салып сатып алады. Енді біз бұл жерде тігіншілермен договор жасамаймыз. Бірінші договор бізде заказчикпен болады. Заказчик бізде Түркістан арена, Түркістан облысындағы спорт басқармасы, солармен договор жасаймыз. Договор қалай болады? Тендердің бір ерекшелігі, тағы да бір артықшылығы, бұл онлайн жұмыс қой. До этого 2015-2016 жылға дейін көпшілік айтып жүргендей тендерде ақша керек дейтіндей, таныс керек дейтін, действительно сондай болды. Яғни бәрі бумажный тендерлер болды. Яғни сіз тендерге қатысу үшін әкімдердің, депутаттардың, басшылардың кабинетіне кіріп қол қойдырту арқылы болды да. Ал қазір соңғы 5-6 жылдықта оның бәрі өшті, барлығы прозрачный, барлығы онлайн платформаға ауысты. Яғни мінекей платформа дайын, заказ дайын. Енді договор қалай болады? Дайын заказды мен қалай аламын? Сіз осыған заявка толтырасыз. Допустим, заказчик 4 миллион беріп тұр, сіз шығыныңызды, өзіңізге қалатын табыс кірісіңізді, одан бөлек логистикаңызды, тігініңізді бәрін есептедіңіз. Сөйттіңізді, примерно сіз 3 миллион чем-то, 3,5 миллион деп қалдырдыңыз. Сөйтесіз, сіз осы жерден онлайн түрде заявка бересіз. Тендер ұту ешкімнің қолында емес. Тендер барлығы прозрачно, барлығы онлайн. Кім ұтты, сағат қаншада ұтты, қандай баға берді, барлығы прозрачно. Енді қазір бұл жерде сонда баға береміз ба? Маған қызық тұрған несі, мен қалай аламын? Баға бересіз. Қалай баға беремін? Айтайын. Заказчик 4 миллион 300 деп тұр, сіз тұрасыз да 3,5 миллион теңге деп заявка бересіз. Мен осындай комбинезонды, осы спец одежданы 3,5 миллион теңгеге әкеп бере алам деп заявка толтырасыз. Үйден шығудың қажеті жоқ. Бұл жерде арзан бағаны ұсыну керек. Барудың қажеті жоқ ешқайда. Сіз Шымкентте отырсаңыз Түркістанға барудың қажеті жоқ. Осы жерден тұрасыз да онлайн түрде заявка жібересіз, болды. Автоматом тендер бітетін уақытында 7 күннің ішінде бітеді. Автоматом 5 минуттың ішінде протокол шығады. Протоколдан қарайсыз, кім бірінші орын алды, кім екінші орын алды. Кім ұтты деген. Кім қай уақытта қандай баға берді. Соның бәрін көре аласыз. Қандай рисктер бар? Қазір рисктер туралы айтатын болам. Тағы да бір ерекшелігі, ешқандай команда керек емес, және де офистің ештеңенің қажеті жоқ. Кез келген адам кез келген уақытта, кез келген жерде айналыса алады. Ол мейлі декретте отқан ана болсын, мейлі ол акиматта мұғалім болсын, қызметкер болсын, жұмысынан бөлек қосымша 1-2 сағат уақытын қиып айналыса алады. Так, енді рисктер дейсіз. Риск. Енді егер новичок болса, егер ол ютубтан қарап, анаяқтан қарап, мынаяқтан бір оқып, анадан бір көріп, анадан бір сұрап жүретін болса, ода риск көп. Не үшін? Потому что ол әркімнен бір сұрап жүреді, сөйтіп жүріп орнатты да, мысалы. Ол біреу қызғанышпен айтады, біреу от души айтады, біреу не от души айтады деген сияқты информацияны ше. Енді риск, егер сопровождающий адам болса, қасында 90% риск жоқ деп айта аламын. Рисктер бар, когда сіз егер характеристика болады, допустим, телевизор болса, телевизордың диагонал осынша болу керек, және ол Samsung телевизор болу керек десе, егер сіз Samsung телевизор сұрап тұрса, LG апарып берсеңіз, сол риск мысалы. Қабылдамай қою әбден мүмкін да. Сондай майдашты рисктер артық, бәрін мұқиятты, грамотно істейтін болсаңыз, ешқандай риск жоқ. Олар предоплата жасаймайлы. Так, предоплата бұрын осы уақытқа дейін 2022-ге дейін предоплата қалдыратын. Кез келген құрылыс болсын, басқа, көбіне құрылыста 30% предоплата беретін. Қазір предоплата бермейді, бәрі өз қалтамыздан жасалады. Өз ақшамызға істейміз. Уже договор қойылғаннан кейін ол уже 100% сенімге болады, иә? Сөйтіп договор қабылданғаннан кейін сіз апарып бересіз товарды, или қызмет болса орындап бересіз, 30 күннің ішінде сізге ақшаңыз аударып береді. Аударып береді, иә? Ешқандай жаңағыдай алдамайды дегендей оған. Жоқ, бұл үкімет қой, бұл қазынаның ақшасы, бұл мемлекеттің ақшасы. Бұл жерде ешқандай алдау, арбау, арты барудың қажеті жоқ. Енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін, 30 күн деген көп қой деп. Былай қарасаңыз, енді қазір уақыт 30 күн өтіп жатқанымен кейде ақша қысылып қалуы мүмкін, задержка болып қалуы мүмкін. 30 күн. Енді менде мынандай жағдайлар болды. Жаңадан айналысып жүрген кезде үлкен мөлшерде антисептикті неге апардым. Гимназияға, Бурабайда бір мектепке, лицей гимназияға апардым. Сол гимназияға әжіптер үлкен суммаға апардым негізі. Сонымен аналар ақшаны кешіктірді заказчиктер. Енді бұл жерде былай ғой, ауылдық жер болса аудандық бюджетке қарайды да, аудандық жер болса облыстық бюджетке, облыс казначейство мемлекетке, министерствоға қарайды да. И сол жерде менде аудандық бюджет облыстыққа көшіп кетті да, екі ортада мен қиналып қалдым. Менің ақшамды, товарымды қабылдады, ақшамды 1,5 айдан кейін берді. Негізі заң бойынша 1 айдан кейін беру керек, 15-20 күн кешіктіріп берді. И сол кезде мен басқа тендерлер ұтып алғам, оларға апарып берейін десе, мен ақшам түспей жатыр да, кешігіп жатты. Енді сондай жағдайлардың алдын алу үшін қазір осы порталға, договорға
кім кірісті? Факторинг деген факторинг. ютубтан, инстаграмнан, телеграмнан қарасаңыздар болады, факторинг деп аталады. Факторинг деген компания кірді, оның қызметі делдалдық қызмет тоже самый, бірақ та ол заказчикпенен, үкіметпенен біздің арамызда делдалдық қызмет көрсетеді. Яғни факторинг өз қалтасынан бізге ақшасын бере тұрады. Допустим, сіз жаңа 4 миллионның тендердің товарын тіктіңіз, бәрін дайындадыңыз, 15-20 күн апарып бердіңіз, олар қабылдап алдық деп, накладной счет, фактура, актіге қолын қойып береді, заказчиктер қабылдап алдық деп, сол құжаттардың барлығын онлайн түрде, ешқайда бармайсыздар, онлайн түрде аласыздар, факторинг деген порталға тіркеп етесіздер, тіркейсіздер. Қазір тоқтаңыз. Соны тіркегеннен кейін сізге факторинг бір күннің ішінде рассмотрение жасайды, 80% ақшаңыз аударып береді. Сіздің договорыңыз 3,5 миллион болса, соның 80%-ын сізге бір күнде береді факторинг. Қалған 20%-ын қасан заказчик ақша аударады, сол кезде өздерінің 3% услугасын ұстап, 17%-ын 30 күннің ішінде аударып береді. Шүкір, бала бабында, шүкір, тапты теңінде, шүкір, басы орнында, шүкір, болды ендігіде, ақыл оның толды, адас бетпен тура жолда, ұшымес көңіл күй болды. Қанша уақытта үйренуге болады? Енді тендерді үйренуге мынанша уақыт деп бөле алмаймыз, бірақ та біздің оқу программамыз, бағдарламамыз 1 ай. 1 айдың ішінде біз толық маман қылып шығарамыз. Және де маман деген сөзден туындайды. Мысалы, біздің оқу бағдарламамызды, яғни біздің тендер курсымызды алып шыққан мамандар ерік өздерінде, қалау өздерінде, олар тендермен айналыспай кетсе де өз еріктерінде, потому что бізден базовый білім алып шыққаннан кейін олар тендерщиктер, таза тендер мамандары болып шығады. Неге тендер мамандары деп айтам? Потому что сөзіме дәлел болсын, HeadHunter сайтына кіріп қарасаңыздар болады, специалист по госзакупам деген мамандық бар қазір. Қазір мемлекет мынандай жүйе қойып жатыр. Сен мейлі үкімет бол, сен мейлі госорганизация бол, мейлі частный, получастный компания бол, барлығын тендерге жүктеп жатыр. Барлығын тендер арқылы алыңдар. Закуптарыңды, қызметтеріңді, товарларын тендер арқылы қабылдаңдар деп жатыр. Яғни бұл мемлекетке кәдімгідей экономикаға кішігірім бір драйв әкеп тұрды бұл салашы. Сондықтан мемлекет бұны удалить етпейді, бұл әрі жұмыс істейді. Айтқым келгені, сол жерде специалист по госзакупам деген мамандықтар шығып жатыр қазір. Барлық компанияға керек, барлық организацияға керек. Сол сөздің дәлелі, HeadHunter'дан қарасаңыздар болады, айына кемі 250-300 мың төлеуге дайын кейбір мекемелер, компаниялар осы госзакуп мамандарына. Яғни бізден шыққан, бізден оқып бітірген студенттер тендермен өз еріктерімен айналыспаса да, госзакуп маманы болып жұмыс жасай алады. Яғни базовый білімі болып шығады. Өздеріңіз тендермен айналысасыздар и тендер үйретесіздер, иә? Біз өзіміз енді 2-3 жылдан бері тендермен айналысам, және тендер оқыту орталығымыз бар. Тендер бастау деп аталады. Қанша оборотқа шықтыңыздар осы соңғы айда? Так, бізде соңғы айда 10 миллион оборот, таза 20-30% маржамен ғой. Шамасы миллион 200 бір жарым миллион. Иә. Біз қазір мына үлкен суммаларға кіріп кеттік та. Енді ең минимальный суммалар қандай не бар? Жақсы көрейік, біз бұл жерде 10 мың теңгемен бастауға болады дедік қой. 10 мың теңгелік тендерлер қандай тендерлер, соны көрейік. Біз мына жерде, по-моему, 500 миллионнан жоғарысын қарап кеттік. Жақсы, мінекей, міне шығып тұр 80 мың, 1,5 мың теңге. Мінекей. Так, мысалы 1,5 мың теңгенің тендері. Қостанай облысында екен, не ол, не сұрап тұр? Лотыйға кірейік. Не сұрап тұр лоты. Так, скотч. Скотч, большой прозрачный скотч. 5 штук скотч. Үлкен прозрачный скотч сұрап тұр. Болды. Осындай скотчты 300 теңгеден беріп тұр екен. Білмеймін, скотч айналысып көрген емес. Базарда қанша тұратын. Сайттан қарам, бірақ сайт қымбат. Біз енді өзіміздің шәкірттерімізге оптовик поставщиктердің номерін береміз. Яғни олар интернетті ақтарып, қопарып, әуре болмайды, біз дайын. 80 мың көрейікші, 80 мың 100 мың теңгелік. 80 мың теңгелік, мысалы, бірінші. Приобретение, канцелярский товарлар, канц товарлар. Лотыйға кірейік. Канц товарлар, міне. Мысалы, личный листок дейді. Бланк, книга, бор, мысалы, бор 15 мың теңгеге бор сұрап тұр. Bir пачкасына 1,5 теңгеден борын. 10 пачка бор сұрап тұр, мысалы. Мұнан бәріне қатыссаңыз да болады. Болмаса, жоқ, мен бәріне қатыспаймын, біреуіне ғана қатысам деп, бордың өзіне ғана қатыссаңыз болады.
көрдіңіздер ғой, стейплер де бар, барлығы бар. Минимально жалпы 80-100 мың теңгеден да бастауға болады. Болады. Кредит алып рисковать етудің қажеті жоқ. Болмаса қарызданып әуре болудың қажеті жоқ. Қолыңызда қанша бар, соны бастай беріңіздер. Кейде мынандай да лайфхактар болады. Жаңа айттым ғой, рассрочкаға бір қарындасымыз онлайнда оқыған, рассрочкаға товар алды. Бір кісілер қолдан товар жасады. Одан бөлек жаңа айтып отырмын ғой. Енді ағайын қазақпыз ғой, туысымыз бар, жекжатымыз бар. Базарда бәлкім біреуіміздің танысымыз бірдеңе сатып отқан шығар. Мысалы, менің, допустим, бір шеге сататын танысым бар, килограммдап. Ода не бар? Содан прайсын алып алайық. Ода шеге бар, шуруп бар, ода балға бар, префаратор бар. Соны алайық. Ода не бар? Танысымызда не бар? Соның бәрін алып тендерден қарайық. Болды. Басқа нишамды таппай жатырмын деп кейбір кісілер әуреге салынып жатады. Дайын ниша өзіңіздің айналаңыздан қарап көріңіз. 80 мың теңгеден мысалы бұл жерде уже получается бұлар ұсынып жатқан баға, жаңа мына 80 мың кликш. Бұлар ұсынып жатқан баға. Бұлар общий 80 мың, скотч бар, бланка бар. Мысалы 200 так количество, цена за единица 100 теңге, 100 теңгеден предлагать етіп жатыр. Бланка, аха. Мысал ретінде. Мұны жаңа 50 теңгеден тауып, дұрыс па? 50 теңгеден тауып, 100 теңгені өткізеді де. Жоқ, 50 теңгеден табамыз, үстіне 20-30 теңгемізді қосамыз да, сол бағамен. Бұл жерде ұсынамыз. Аха, бұл запрос ценовых предложений деп аталады. Яғни баға беру ұсынысы. Бұл порталда тендер ұту ешкімнің қолында емес. Бәрі система, автомат түрде. Кім ең төменгі бағаны береді, сол ұтып алады. Енді осы жерде мынандай мәселе туындайды. Кім ең төменгі бағаны береді? Допустим, мысалы бағана біз 3 миллионның тендерін айттық қой, 4 миллионның. Соны біреулер осы уақытқа дейін былай болды. Жаңа Қазақстанда реформа шықпай тұрып, сол жаңа Қазақстан реформасы шыққанша осындай жағдайлар көп болды. Өзімнен талай басынан өтті. 4 миллион деп тұрса заказчик, біреу алады да 2 миллионға, 1,5 болмайтын баға ұтып алады. Нарықта ондай баға жоқ. Оның бәрі однозначно коррупцияға келіп тұр да, мысалы. Соны енді президентіміз Тоқаев алды да жаңа жүйе енгізіп қойды. Демпинг деді. Оның бәрі демпинг деп аталады. Яғни төмен баға беру, бағаны жерге құлату дейміз ғой. Енді қазір демпинг системасы қосылды. Қазір заказчик ұсынған бағадан арасында конкуренттердің арасынан 30-70%-дан төмен түсіруге болмайды. Түсінікті ғой. Кім заказчик ұсынған бағадан белгілі бір мөлшері түсіріп жібереді, соны автоматом 80-ші статья деген бар, госзакуптың 80-ші статьясы порталға или Google-ға кіріп қарасаңыздар болады, сол жерде нақтырақ жазылып тұр. Кім ең төменгі баға ұсынады, сол автоматом конкурстан шығарылады. Енді тендердің мүмкіншілігі өте көп. Бұл жерде кез келген қолыңыздан бір құрылыс жұмыстарын жасау келетін болса, онымен айналыссаңыз болады. Товармен алып сатуға икеміңіз бар болса, онымен айналыссаңыз болады. Одан бөлек услугалар, бәлкім сіздің қолыңыздан, әсіресе әйел адамдар, мысалы, тігін төгу, болмаса бірдеңе жөндеп беру, бір жыртық жамап беру, сиденьялардың, оның бәрі тендерде бар. Мысалы, майда-шүйде, былай қарасаң, майда-шүйде көзі көрінбей жұмыс, бірақ барлығы ақылы түрде тендерде бар. Мысалы, застава, садик, тағы да басқа ауруханалардың постелін жуу да бар, мысалы. Алып годовой. Мысалы, бір жігіттер бар, бізде келіп қазір оқып жатыр, мойкалары бар. Кстати, бір келіншек мойкасы бар, жолдас екеуі ашқан. Ол қосымша тендерден де скорыйдың машиналарын, акиматтың машиналарын алып жуып жатыр. Бір жігіттердің эстосы бар, алды да эстосына акиматтың машинасын әкеліп жөндеп жатыр. Годовой квартал бойынша обслуживание жасап жатыр, мысалы. Не обязательно бұл жерде ойлап кетіп қалмаңыздар, мысалшы, место болу керек, обязательно өзімдікі болып, жоқ, ондай емес. Әкеп біреуге төлетіп істей берсеңіздер. Жалпы, құрметті достар, бұл жерде Қайсар бауырымыз айтайын деген еді. То, что кез келген нәрсені жасауға болады тендер арқылы, иә? Енді қалай ақша табамыз? Енді барлығы түсінікті деп ойлаймын, бірақ та қысқаша біреусіне любой товар көп бұл жерде, біздікі товар бойынша қарап отырық, любой біреуіне кіріп көрейік. Так, мына жерде ветош бізде. Ветош дегеніміз кәдімгі обычный пол жуатын тряпка ғой. Кәдімгі пол жуатын. Рулонмен сатылады базарларда. Енді бұны үлкен мекемелер алады көбінесе. Управление здравоохранения Атырауской области, Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасы 200 мың теңгеге 1000 метр ветош, 1000 метр рулондағы ветош заказать еткен екен. За метріне, 1 метріне 200 теңгеден. Енді бұны оптовиктер менің білуімше 135-140 теңгеге сатады. Даже одан төмен табуға да болады Алматы жақтардан, барахолкадан. Допустим, 140 теңгеден метрін алдық оптовиктен. Сонда біз примерно үстіне бір 50 теңге қосып, 180-170 теңге ұтып алуға мүмкіндік бар бұны ше.
Сонда бізде метріне біз 50 теңгеден пайда көретін болсақ, 1000 метрден 50 000 теңге пайда көреміз да, мысалы. Уже бір половой тряпкадан 50 000 теңге пайда көріп тұрмыз. Если оны біз айына 10 рет, 20 рет қайталасақ, хотя 5-6 рет қайталасақ та жаман пайда емес қой мысалы. Тендерді ұтуға негізі жәрдем бересіздер, тендерді қалай ұту керек, фишкілері бар ғой. Біздің оқу бағдарламамызда толығымен адан яға дейін толығымен тендерді үйретеміз. Және қазір неге дәл қазір тендер бастап кету керек? Себебі тендердің сезоны келді қазір. Так, былай ғой, қазір 4-ші квартал басталды, октябрь, ноябрь, декабрь, осы 3 ай газды дополик басатын сезон ғой қазір. Тендершіктердің құлақтарына алтын сырға. Егер жаңадан бастағысы келіп жүрген, қызығып қарап жүргендер болса, пожалуйста, ертерек бастаңыздар, потому что тендердің сезоны, не үшін сезон дейміз? Әр нәрсенің өз сезоны бар. Сезон деген ойлап қалмаңыз, что тендер сезонный жұмыс па деп. Жоқ, тендер сезонный емес. Қыс, жаз, көктем, топан, су қарамайды тендер. Тендер қашан үкімет жұмыс істеп тұр, Құдай бетін олақсын, өкіметімізге бір нәрсе болып қалмаса, тендер жұмыс жасай береді. Ол сосын сезон деп атқанымыз, жаңа не ғой, осы 4-ші квартал сезон, осы уақытқа дейін жылдың басынан бастап заказчиктер ақшаны үнемдейді. Логикаға сәйкес бәріміз мысалы айлық аламыз, келесі айлыққа жетсін деп жинаймыз ғой, жай қысып, ой көп жаратпа деп. Сол сияқты тендерде дәл сондай. Заказчиктер мысалы бір мекемеге 10 миллион теңге бөлінсе, жылдың январда, жылдың басында, ол январдан бастап ақшаны қысады, аз-аздан жаратады. Сөйтеді да ол жылдың соңы тақаған кез 4-ші кварталда октябрьден бастап ақшасын шаша бастайды, максимально жаратады. Яғни оған ол берілген 10 миллион теңгені жылдың декабрьдің 31 деп алайықшы, декабрьдің 31-іне жаратып бітпесе, оған келесі жылға ол мекемеге бюджеттен ақша бір тиын бөлінбейді. Оған пеня қосылып штраф болады. Сол үшін олар өздері үшін, мекеме жұмыс жасау үшін, өздері үшін максималь ақшаларын жаратады. Тыққан-бұққандарын шығарады ғой айтқан кезде. Сосын тағы бір сұрағым, мысал ретінде тендерді ұттық. Уже жаңағыдай сіз уже бағанағыдай заказ бердіңіз, өзіңіз ақшаңызға, мысалы 200 000 теңге салдыңыз. И олар отказ бере ала ма? Отказ бере алмайды. Договор қабылданып қойды, отказ бере алмайды. Егер отказ, вообще ондай шанс жоқ, отказ беретін. Жоқ. Значит, получается, одан риск жоқ. Дұрыс жоқ бұл жерде. Егер тіптен тегі бір сол товарды таба алмай жатырмын, болмаса апара алмай жатырмын, тағы басқа жағдай болса, біздің оқыту орталығымыз, біз барлық жағынан консультация беріп, бағыт-бағдар беруге дайынбыз. Егер мысалы сіз былай болады, мысалы доллар или рубль өсіп жаңағыдай түсіп кетсе, жаңағыдай базардан болсын, бір складтан болсын, бір бағаны көрдік. Мысалы телефон дейік, телефонды мысалы 90 000 теңгені таптық, бірақ біз бұл жерге жаңағыдай 130 000 теңгеге ұсындық. Сол телефонда да мысалы. Бірақ доллар көтеріліп кетті, ол 130 000 теңге болып кетті. Бұл жерде пайда көрмейміз. Не істеуге болады ондай? Енді форс-мажорный обстоятельства бәрі болып қалуы мүмкін ғой өмірде. Сол бағаға апарып беру керек. Егер ол бағаға апара алмай жатсаңыз, заказчикпен келісуге де болады. Яғни обеспечение дейді, оның бәрін толығырақ айтатын боламын сабақ барысында. Соның барлығын төлейтін жаңа нелердің барлығын төлеп, обеспечениесін төлеп, заказчикпен келісуге болады. Біз түсіндіріп айтып. Заказчикке отказ біз бере аламыз ба? Поставщик отказ бере алмайды. Поставщик бере алмайды. Оған қандай тоже статья бар ғой? Иә. Енді черный список деп аталады. Черный списокқа бірден негізі черный список дегеннен қорқудың қажеті жоқ. Бірден черный списокқа алып, ойбай деп тығыз жермейді. Ол жерде де өзі ескерту береді, обеспечениесін төле дейді белгілі бір уақыт аралығында. Соны төлегеннен кейін не үшін әкеле алмайсың? Гарантийный взнос, талон бәрін жазып беріп, келістіруге болады. Енді жалпы мен тендерді түсінбегем, тендерді енді түсіндім. Өте жақсы түсіндірдіңіз. Енді курстың ішінде не кіреді жалпы? Жақсы, енді түсіндіре алғанымызға қуаныштымыз. Курстың барысында бізде адан яға дейін толығымен тендерді үйрететін боламыз. Яғни тендерді ең бірінші не керек? ЭЦП ключ керек, ИП ашу керек, ИП ашқаннан болса банктен қандай банкта счет ашу керек, қайсысы тиімді, және айтқан факторингпен қалай жұмыс жасау керек, оған қандай счет ашылу керек. Барлығын адан яға дейін тендерін полный жауап, ақшасын қолына алатын күнге дейінгі процестердің барлығын толығымен үйрететін боламыз. Егер ақшасын шығармаса, ақшасын қайтарып бересіздер ме, сондай қандай ұсыныс? Енді біздің курсқа, өзінің оқу бағдарламамызға келгендердің ішінен ақша таппай кету мүмкін емес. Біз толығымен өзіміз меңгерген, өзіміз білетін, жетік білетін барлық фишкалардың барлығын көрсететін боламыз.
бұл жалпы тендерге келіп ақша таппай кеттім деген ол ұят нәрсе негізі. Гарантия бар ғой, иә? Гарантия бар, иә. Гарантия бар, біз фишкалардың барлығын береміз, инструменттерді береміз, бізбен бірге бір жұмыс жасап, біз айтқан тапсырмаларды орындап, уақытылы орындап, біз айтқан нәрсенің бәрін қайталап жасап отырса, 100% гарантия болады, жетеді табысқа. Егер сіздердің айтқандарыңызды істеп, табыс таппаса, ақшасын қайтарып бере аласыздар ма? Иә, ақшасын толығымен қайтарып береміз. Керемет, құрметті достар, егер де сіз осы тендерді оқып, және де егер де бір сабақ жасасаңыз и бір пайда таппасаңыз, сіздерге ақшасын қайтарып береді. Тендерде шектеу бар ма? Тендерде негізі жаңа айттым ғой, шектеу жоқ, и сезонда жоқ. Себебі тендерлер, енді статистикамен сөйлейікші, 2020 жылы статистика сөйлейтін болсақ, 25-24 триллион теңге бөлінген, и сарапшылардың есептеуінше күніне 80 мыңнан аса заказ түседі. И соның 10-15 мың заказ игерілмей қалады. Күніне ма? Күніне заказ түседі. Ол бізге айтты ғой, бәленбай порталы бар деп, солардың барлығына күніне 80 мыңнан аса заказ түседі. Оның 10 мыңға жуық заказ игерілмей қалады. Яғни 24 триллион теңгені статистикамен бөлетін болсақ, Қазақстан бойынша порталға тіркелген, мен сияқты ИП-сы бар, ТО-сы барлар, бәріміздің санымыз 40 мың екен да. И 24 триллион теңгені 40 мыңға бөлген кезде, айына әрқайсымызға 40 мың поставщикке 100 миллион айналып тұр екен. Яғни 100 миллионнан аса еншіміз бар біздің. Енді біз мемлекеттен еншімізді, өз үлесімізді қалай аламыз? Көшеге шығып айқайлап, президент жамандап, үкімет жамандап, депутат жеп қойды, анау бүйтіп қойды демей, біз мемлекетке коммерциялық ұсынысымызды, өзіміздің ұсынысымызды грамотно, біліммен, жақсы әрекеттермен ғана жеткізе аламыз, өз үлесімізді ала аламыз. Енді тендерді сезон қарамайды, шектеу жоқ. Кейбір кәсіпкерлер бүгін жабылады, бүгін ашылады, ертең жабылып қалады, ал тендер мемлекет жұмыс жасап тұрған кезде тендер жұмыс жасайды, оған шектеу жоқ. Тендермен айналысу үшін ақшадан басқа не керек? Енді алғашқы қадамдар ол бізде ИП ашу, ЭЦП кілті алу болып саналады. Банкта счет ашу керек. Осы 3 құжатыңыз дайын болса, кез келген уақытта, кез келген жерде бастап кете аламыз. Тендерде график бар ма? График жоқ. Жаңа сөзімнің басында айттым ғой, тендермен кез келген адам айналыса алады. Ол мейлі кәсіптен ақша тауып жүрген кәсіпкер болсын, ол мұғалім болсын, ол әкім болсын, кім болсын, мемлекет қызметкер ме, үйде отырған ана ма, кез келген адам мүгедек па, қарамайды. Барлығымыз айналыса аламыз. Құқығымыз теңдей тендерде. Ноутбук керек пе жаңа? Айтпақшы, ноутбук обязательно керек. Сосын курсқа келетін кісілерге осы жерде сразу айтып қойыңызшы, ноутбуктарыңызды антивирусын орнатып, тазалап, дайындап қойыңыздар. Ауылдағы адамдар тендермен айналыса алады ма? Иә, главное интернет болса болды. Интернет болса болды. Ауыл, қойлы ауылда бола ма, әйтеуір бәрі кез келген жерде. Негізі онлайн оқытасыздар ма, офлайнда бар ма? Енді бізде басында бастаған кезде біз онлайнда көп оқыттық. Онлайна қазір енді таза офлайнға көштік. Онлайнда сабақтарымыз бар, если клиенттің таңдауын өзінде онлайн оқи ма, офлайн оқи ма. Негізі 90% адамдар офлайннан нәтижеге тез жетеді, чем онлайнға қарағанда. Басқа қаладан келіп оқуға бола ма? Басқа қаладан иә болады, келіп біз өзіміз жаңа квартира, жатар орын бәрін ұйымдастырып, реттестіріп, жайғастырып береміз. Бізге келіп оқыса болады, басқа қаладан келіп. Сіздерде рассрочка бар ма? Курстың бағасы бар. Так, курс ақысын бізде бөліп төлеуге болады. 12 айға, 24 айға Каспий кредитпен, Каспий редпен, Каспий рассрочкамен бөліп төлеу қарастырылған. Және курс бағасын курс бағасы бізде среднем орта чек, орта баға 150 мың теңгеден басталады. 150 мың теңгеден. Егер енді Нұрекеңнің канал арқылы, кәсіпкер құпиясы арқылы кеп атсаңыздар, әрине сіз үшін, сіздердің көрермендеріңіз үшін кәдімгідей жеңілдік жасап беруге дайынбыз. Енді 30% төмендетіп береміз. Керемет. Жалпы егерде 150 мың теңгелік болса, сонда 100 мың теңге шамасында 100 мың теңге шамасында жасап береміз. 50 мың теңге жалпы скидкасы бар. Керемет. Рахмет. Так, егерде ақшам жоқ болса да, мысалы, ақшам жоқ болса, қалай жұмыс бастауға болады? Қалай жасауға болады жұмыс? Инвестиция туралы ғой. Инвестиция топ бере аласыздар. Бізде және де өзімізбен бірге жұмыс жасайтын инвесторларымыз бар. Яғни ол кісілер тендермен айналысады, ол кісілер тендерден интересі бар, орысша айтқан кезде. Сол кісілерді біз сіздерге инвестор қылып байланыстырып бере аламыз. Яғни сіз, допустим, тендер ұттыңыз, ақшаңыз жоқ,
сондай жағдайда біз сізге шаблон береміз, сол жерде толтырасыздар бланкыны, расходы қанша, доходы қанша пайыз маржа қалып тұр, доставкаға қанша ақша кетеді, заказчик қанша баға беріп тұр, бәрін аналитика жасаймыз и біз сізге инвестор тауып береміз. Және де аутсорсинг қызметін көрсетеміз. Аутсорсинг деген не? Біз сіз үшін тендерге қатысып береміз. Егер енді инвесторларда ойбай сен тендерге келдің екен, мә деп саған 2 миллион теңге, 5 миллион теңге бере салмайды. Онда өздерінің талаптары бар. 60-та 40, 70-те 30, 50-де 50 маржадан бөліседі оларда. Бірақ та кез келген адамға инвестиция бере бермейді. Оны ескеру керек. Инвестицияны тендерден хотя бы 1-2-3 договор жауып көрген опыты бар тендершілерге береді. Сол үшін біз сіздерге, мен өз ИП-ымды берем, өзіміздің компанияның ИП-сын берем. Сол біздің ИП-ымызбен қатысасыз алғашқы 2-3 тендеріңізге. Сөйтіп инвестормен жұмыс жасайсыз. Ал сіздің ИП-ыңыз кеше ашылған, бүгін инвестор іздесеңіз, инвестор сізге одобрение бермейді. Потому что сіз новичоксыз, опытыңыз жоқ, сізге инвестор сенбейді. Сол үшін біз өз ИП-ымызбен жұмыс жасауға рұқсат береміз. Аутсорсинг қызмет деген сол. Келесі поток қашан басталады? Енді келесі поток Алла қаласа 25 қазанға деп отырмыз. 4-ші поток офлайн, онлайнда сол уақытта басталады, офлайнда сол уақытта басталады. Енді 4-ші поток, біз енді қазір потоктарды арасын жақын тез істеп жатырмыз, потому что тендер сезоны үлгерсін деп жатырмыз. Тендер сезонында келген адамдардың барлығы табыс тауып қалуға барын жатса. Қанша уақыт үйренеді? Оқу бағдарламасы 1 ай, енді ол 1 ай деп біз максимально несін аламыз, пакеттерге бөліп қарастырамыз. А так 2-3 среднем 2-3 аптада негізі тендер маманы толық шығара аламыз. Қазірде осы уақытқа дейін қанша шәкірт үйреттіңіз, қанша болды? Так, осы уақытқа дейін бізде 100-ге жуық шәкірт оқыттық, онлайн, офлайн форматта. Қаншасы нәтиже көрсетіп жатыр? Аллаға шүкір, олардың 90-95% нәтижеге шығып жатыр. Енді бағана айтып кеттім, бұл жерде біздің міндетіміз бағыт-бағдар беру, инструменттерді, фишкалар толық, былайша айтқан программаны миына құйып беру, ары қарай әрекет ету өзінен ғой. Біз өзіміздің білімімізге, өзіміздің әрекетімізге беретін бағыттарымызға гарантия береміз, табыс табуға да гарантия береміз, бірақ та қалай дейді, 1% қалай дейді жаңа, білім ары қарай нәтиже 99% еңбек дейді, сол сияқты еңбек ету өзіне байланысты да ары қарай табыс тауып кетуі. Нәтиже көрсетіп жүрген шәкірттеріңізбен сұхбат алсақ? Жақсы, қазір шақырдық осы Шымкент қаласында. Бізде офлайн оқыған, 2-ші потокта офлайн оқыған. Қазір, кстати, ол жігіт бізде командада, біздің командада қалып жұмыс істеп жатыр. Бізбен бірге дамып жатыр. Енді бізге просто дәлел керекті қанша оборот көрсетіп жатқан, осы айда қанша ақша тауып жатыр тендердің арқылы? Жақсы. Енді бізде былай ғой, сабақ 1 ай деп айтқанымызбен, біз ол 1 айдан бітіп қалмайды біздің жұмысымызшы. Курстың пакеттеріне байланысты бізде сопровождение уақыттарда бөлінеді. Допустим, мысалы, старт пакетте 3 ай сопровождение, бизнес пакетте 6 ай, VIP пакетте 1 жыл сопровождение деген сияқты. Жалпы мынандай да, оқып біттім, болды, до свидания жоқ. Жоқ. Біз әлі күнге дейін байланыста отырамыз, тығыз байланыста отырамыз. Сосын тағы да бір фишка деп айтамыз, ерекшелік деп айтамыз. Біздің офисіміз Шымкент қаласында ғой, головнойымыз. Шымкент қаласында офиске бізге кез келген уақытта ол кісілер келіп, біз офисті коворкинг сияқты істеп қойдық. Интернет бар, принтер бар, қағаз шығарам десе де келіп, отырып, сол жерде жұмыстарын істей алады. 1 жыл бойы тегін доступ біздің курсты алған кісілерге. Және де былай ғой, және оны кейбір оқыту орталықтарын естіп жатырмыз, платный алып айына 15 мыңнан төлейді екен. Жоқ, бізде ондай емес, барлығы тегін келіп жұмыс істейді. Оны не үшін жасадық? Себебі адамда фокус деген нәрсе, мысалы көбіне әйел азаматтар таңертең балаларын садикке, мектепке жібереді, күйеуін жұмысқа жібереді, одан кейін обед дайындау керек, одан кейін қазақта 5-ші ай деген бар. Сөйтеді, жұмысқа деген назар алмайды оның ше. Сөйтеді, табыс таппайды, соңында кім кінәлі, тендер бастау кінәлі, табыс таппадым дейді. Соның алдын алу үшін біз сол офисті үлкен қылып алдық, сол кісілерге арнап, келеді, 100 адам сиятын офис алдық, келеді, отырады да, сол жерде 1 жыл бойы, мысалы, сіз білмеген нәрсені қасыңыздағы кісі білуі мүмкін. Ол же 2-ші потокта оқығанда, мысалы, сіз 4-ші потокқа келіп тұрсыз. Сол кісімен пікір алмасып, тәжірибе алмасып, практика алмасып, сол жерде 1 жыл бойы бізбен бірге дами аласыздар. Сондай жағдай жасап. Құрметті достар, тендер бастауының шәкірттері, Қайсар мырзаның шәкірті, есіміңіз кім болады? Есімім Абдулболат, осы Шымкент қаласының тұрғынымын. Қашан болды оқып кеткеніңізге? Оқып кеткеніме қазіргі уақытта 3 ай уақыт болды. Тендер бастау орталығының 2-ші лекциясын өттім. Қанша ақшамен бастадыңыз? Ең бірінші тапқан ақшаңыз қанша болды? Ең бірінші тендерім менде лицензия болды, яғни сату болды.
Ол 35 мың теңге алдым өзім. Ал заказчиктің ұсынған бағасы 55 мың болды. Алдым болғанда үйде отырып? Иә, үйде отырып, тек қарай салдым. Қандай тендерлер бар екен деп, өзім қалтамда сумманы қарадым. Маған ыңғайлы болды. Үйде отырып, ашейін бір-екі кнопкалерді басып 20 мың теңге таптым. Бізге, осы тендер бастау орталығында үйреткен фишкаларды қолданып, соған заявка бердім. Заявка бергеннен мен победитель болып шықтым. Ол жерде общий берілген сумма 58 мың 35 теңге болды. Самый минимальный ақшадан бастаған екен, құрметті достар. Қазір қанша табыс тауып жүрсіз? Қазіргі таңда 300 мың мен 500 мың теңге арасында табыс тауып жүрмін. Жасым 22-де. 22-де. Енді қазіргі уақытта тендер сезоны, яғни 4-ші квартал дейді, жаңағыдай үлкен суммалар уже тендерлерге салынады. Өйткені көп организацияларда, учреждениелерде жалпы годовой неге бір жылға берілген сумманы игеру үшін жылдың соңы болғаннан кейін сол игерілу керек. Яғни каждый тендерге бір затқа жаңағыдай қалай дейді. Жалпы каждый организация өзінің бір жылдық берген годовой несін, суммасын жаңағыдай нету керек. Ақтап шығу керек, Жалпы мына тендер бастауды толық оқып біттім деп ойлайсыз бе, тағы да алатын бірдеңелеріңіз бар ма, или уже полный білесіз бе тендер туралы? Жоқ, әлде де алатындарым көп, әлде де үйренетіндерім көп. Егер де жаңағыдай түсінбеген нәрселерде жаңағыдай чаттарыңыз бар ма, жаңағыдай сұрайтын адамдар бар ма? Кураторлар? Әрине бізде кураторлар бар, бізде жаңағыдай сұрақтарымыз болса, қасырымыздан өзінен жеке шығамыз, немесе кураторлармен жұмыс жасаймыз, ол бізге толық сұрақтарымызға жауап береді. Жәрдем береді ғой жаңағы? Әрине жәрдем береді. Жақсы, керемет. Яғни, құрметті достар, 35 мың теңгеден бастаған бірінші тапқан ақшасы 20 мың теңге болды. Үйде отырмай бизнесті бастаңыздар. Қандай бизнес бастасаңыздар да үйде отырып ақша табуға болады. Яғни, тендер деген біреуде жаңағыдай бір не болуы мүмкін шығар, бір қорқынышты, бір жасай аламын ба, жасамайын ба. 22 жасар бала жасап жатыр. Ал сізге де не кедергі жасап жатыр бизнес жасауға? Бизнес жасау өте оңай. Мінеген құрметті достар, тендер жасау өте оңай екен. Міндетті түрде бизнес тендер бастау орталығына келсеңіздер, Қайсар мырза және оның командасы сіздерге үйретуге дайын. Қайсар мырза, біздің жастарға, біздің көрермендерге айтып кететін бір мотивацияңыз болса? Жақсы, рахмет. Енді құрметті көрермендер, Нұрекең айтпақшы, тендер бастау әрине өте оңай. Тендермен әрбір қазақ айналысу керек деп ойлаймын. Жаңа сөз барысында айттым ғой, енді біз мемлекеттен өз еншімізді көшеге шығып президентті жамандап, үкіметті жамандап, үкімет бүйтпеді, сөйтпеді деп емес, осындай грамотный білімімізді арттыру арқылы, таза білім арқылы ғана подход жасап үкіметтен өз керегімізді, меншігімізді, еншімізді ала аламыз. Енді тендер ол бұл Қазақстанға жаңадан келген сала емес, тендер бұрыннан бар, болған және бола береді. Құдай бетін аулақ қылсын, Алла тағала елімізге, мемлекетімізге бейбітшілік күннен, бейбітшілік заманынан айырмасын. Бейбіт күн жасап тұрған кезде, үкімет жұмыс жасап тұрған кезде тендер жұмыс жасайды. Және де тендерден табыс табуға болмайды дегендердің барлығын біз 100% стереотиптерін айырып жатырмыз. Біздің оқыту орталыққа келіңіздер, шынымен де тендер арқылы табыс табуға біз көздеріңізге жеткіземіз. Және де сіздердің табыс тауып, табысты болып, максимально табыс тауып кетулеріңізге біз қызмет етеміз. Біздің оқыту орталығымыз 1 жыл бойы сіздерге қызмет көрсетеді. Келіңіздер, пожалуйста, тендер сезонға дайын болыңыздар. Бағана айтқандағыдай газды дополик басатын сезон, дәл сезон кезінде күштап қалуға асығайық. Құрметті достар, видео төменде міндетті түрде комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер. Және де құрметті достар, сіздерге ашин жай лайк басы сол оңай шығар, бірақ бізде ол үлкен мотивация. Құрметті достар, бизнес бастаңыздар. Ал құрметті достар, комментарийге міндетті түрде өздеріңіз пікірлеріңізді жазыңыздар. Мен жалпы негізі орыс мектебін бітіргем, сәл тұтығып сөйлейтінім бар, сәл жаңағыдай ошибаться ететінім бар, қателіктерді қарамаңыздар. Бірақ мен жасап жатырмын. Қателік арқылы кез келген адам нәтижеге жетеді. Сізді ертерек бизнесіңізді бастаңыз, ертерек дамыңыздар, ертерек бизнес бастап, ертерек миллионер болыңыздар. Ар қазақ бай болу керек.
және де құрметті достар, подписать етіңіздер, лайк басыңыздар. Сіздер үшін ашин кнопка басасы ол оңай шығар. Біздің команда үшін, біз үшін ол үлкен мотивация. Сау, саламатты болыңыздар.